солай. Жоқ, қазір прокуратура кірген кезде не деп айтты? Бізге ішкі істер министрлігіне барып едік, іс прокуратураға кетті дейді. А прокуратура айтады, жоқ, бізге әлі түскен жоқ дейді. Сонымен өзінара сөйлесіп, орынбасар қабылдайтын болды. Кімнің орынбасары? Дәурен деген. Анау Алматы Алматы қаласының прокуроры. бізге орынбасар болмайды, бізге прокурордың өзі қабылдасын Алматы қаласының. Соны солай дейді. Біз бардық қой, білеміз ғой неге. Орынбасарына барғанбыз. Не, өстіп айтты ғой. Мен түсімше былай. Іс толық қаралған, сотқа дайындық, соттың алдында бас прокуратураға жіберу керек. Бас прокуратура 10 күн оны қарастырып, танысып, сосын оны ары қарай өзінің несін шешімін жазып жібереді, сот болу керек. Сонда мына жерде ол ештеңе алмаған, ана жақ біз жібердік деп отыр. Ішкі істер министрлігі. Алматы қаласының департаментіне звондадық, следовательдан білдік. Біз прокуратураға кетті, сіздер прокуратураға барыңыздар деп бізді сол жақтан жіберді. А прокуратураға айттық, біз сіз енді іс келмеді әлі деп жазып беріңіз, жоқ, ондай біз жазып бере алмаймыз. 29 қыркүйек 2025 жыл прокуратура, бас прокуратураға келгенбіз. Мерболат Мырзатайұлының мәселесі бойынша. Енді міне шығып бара жатырмыз.